Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мөлдірді тұншықтырып ұстады, халық жаппай Тұрсынбектің әйелін қолдап жатыр деген мәлімет қазіргі кезде Инстаграм желісінде қатты тарап кетті. Мөлдір Мұқанованың жаңа әні "Арамызда қалсын бәрі" тыңдарман жүрегінен орын тауып, TikTok пен Инстаграм желілеріне кең тарап жатыр. Әншінің соңғы бейнежазбасына пікір жазып жатқан жұрт тек өнеріне емес, өмірлік жағдайына да үн қосуда. Қолданушылардың көбі әннің әуені мен сөзіне, сондай-ақ клиптегі образға жоғары баға беріп, оны ерекше стильді харизмасы бар деп атап өткен. Ән ұнады маған, күшті ғой, мөлдір құлпырып кетіпті, әдемі болып кетіпсің, өнеріңіз өрге жүзсін, керемет стиль жарасады деп халық өздерінің пікірлерін жазуда. Және де көпшілік мөлдірдің соңғы уақыттағы өзгерісін Тұрсынбек Қабатовпен қарым-қатынасына қатысты деп түсініп, өз көзқарасын білдірген. Мөлдірді тұншықтырып ұсталды. Енді тоқтамай бәрін жеңесің. Қыз балалар үшін ең маңыздысы балаларының жанында болуы. Бақытты бол, бала-шаға өсіп қалғанда оңай емес, Алла жар болсын деген пікірлер де тоқтамай әлеуметтік желілерде тарап жатыр. Жаңа образы дәл осылай желіні шулатып жатыр. Осыдан 10 күн бұрын жарияланған бейнероликте мөлдір қызықты әрі ерекше образбен бүкіл халыққа өз-өзін көрсетті. Бұл видео қоғамда қызу талқы тудырды. Өнер жалпы мөлдір ханымның соңғы 3 ай ішінде дизайнерлік бағытта белсенді өріс алып, өз брендингі мөлдір серік атынан киім коллекциясын ұсынуда. Жалпы жеке өміріне келетін болсақ, атақты телешоудан белгілі болғандай, отбасылық қиын кезеңдерден өтіп, Тұрсынбектен қолдау алған кездері туралы еске алды және бұл туралы ашық бөлісті. Бұл әңгімелерде мөлдір эмоционалды және ашықтық танытты, жалпы қыздар мен әйелдердің өмірлік қиындықтарына қатысты тәжірибесін түсіндірді. Желіде мөлдір Мұқанованың жылаған видеосы тараған еді. Алдағы видеоларда көріп өткендей, көпшілік өнер иесінің күйеуі Тұрсынбек Қабатовпен ажырасып кеткенін жарыса жазған етін. Және де одан бөлек көптеген ақпараттар шықты, тоқалы мынау деген сияқты. Алайда кей желі қолданушылары Қабатовтың денсаулығы сыр бергенін айтуда. Тұрсынбектің биыл концертіне бардым. Сол кезде өзінің айтуы бойынша жақында ауруханадан шыққан, алдарыңызда жарты баспен тұрмын деді. Басына операция жасалған екен. Шашын өсіріп басып қойған. Сонда да көрініп тұр. Жүз жасасын, мөлдір аман жүрсін деп пікір иесі өзінің пікірін білдірген болатын. Мен рұқсат етем, бірақ 16 жас қиындау. Шынымен де ол басына жазылып тұрған дүние шығар. Мен тұрмысқа қай жаста шығып жатқан жандар болса да тек бақыт тілеймін. Сыртынан айтып, немесе талқылайтын, ол солай болу керек болды. Ең басты жастар бақытты болсын. Қызым тұрмысқа шығамын десе, мен қарсы болмаймын. Үлкен қызым 20-да. Жалпы мөлдір өзі жаңа стилімен, заманауи стильде өзін көрсетіп, аудиториясының назарын бүкілін өзіне аударды, және де ол бақыт, тыныштықты жақсы көреді деген ашық сұхбат берді. 4 шілде күні бүгін лайв бағдарламасына қатысып, жеке өмірінің жай-күйі туралы пікір білдірді. Сол жерде мөлдір ел мен қоғам алдында ештеңе жасырмаймын деп айта отырып, жан-жақта ашық сөйлесті. Және де жас әншілермен дуэт жасағаны талқыға түсті. Мөлдір Қазір халықта жасыратын ештеңе қалмады, сөздің шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Да жаңағыдай өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Болмайды. Қызды қолдасаңдаршы, бұл творчествоға келіп жатыр. Жас таланттармен бірге дуэт орындап, сол арқылы жаңа бағытта музыкалық жұмыстарға аяқ басты. Және де кино түсіріп бастады, ол киносы сәтті болады деген үміттеміз. Жалпы мөлдір Мұқанова қорытындылай келе айтқанда шығармашылыққа қайта оралды және сахналық жобалар мен дуэттен қарқынды жұмыс көрсетуде. Ол қазіргі уақытта бейне ән сұхбаттары арқылы өзін жаңартып, жаңа кейіпте желіні елең еткізіп отыр. Оның негізгі тренді шығармашылық жаңару және жеке өмірдің тыныштығы болып табылады. Желіде одан бөлек осындай суретпен, осындай ақпарат пайда болған еді. Оның 97 жылы Бесарық ауылында, Қызылорда қаласында әйелі бар, яғни тоқалы бар деп, және де оған ұл туып берген, қазір Астанада тұрады, және ол тоқалына үй, машина және ай сайын ақшамен қамтамасыз етеді деп айтылған болатын. Сосын тоқалдан кейін өзінің әйелі мөлдір Мұқанова
өзіне тағы да ұл туып берді деп айтқан болатын. Одан кейін осы тоқал туралы білгеннен кейін Мөлдір Мұқанова үлкен ұрыс жанжал шығарған деп ақпарат өткен болатын. Сондықтан сол уақыттан бері әйелінің, Тұрсынбек Қабатовтың жанынан әйелі мүлдем шықпайды деген ақпарат таралған болатын. Бұл ақпарат нақты немесе нақты емес екендігін ешкім әлі жариялаған жоқ. Сонда да қазіргі кезде TikTokта, Instagram желісінде өте танымал болып жатқан ақпараттардың бірі. Бұл туралы әлі официально жарияланған ештеңе жоқ. Сондықтан бұл ақпаратқа нақты қазір сене алмаймыз. Сәлем алтын достар, қалдарыңыз қалай? Арамызда қалсын бәрі әні. Өздеріңіздің қолдауларыңызбен жақсы нәтижеге жетті. 2-3 күннің ішінде көптің жүрегінен орын алып, хитқа айналдырдыңыздар. Рахмет айтудан, алғыс білдіруден шаршамаймын. Сториске қойып жатсыздар, тиктокқа қойып жатсыздар, парақшаларыңыз салып жатсыздар. Соңғы уақытта еще рилс, посттар көбейе бастады. Посттардың барлығын өз сторисіме қойып жатырмын, көріп жатқан боларсыздар, иә. Алғыс білдіремін, сондай-ақ YouTube арнамызға өтіп, өз пікірлеріңізді, комментарийлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бірінші орынға бірге жетейік. Жақсылық міндетті түрде оралып келеді, еселеніп келеді. Соны ұмытпаңыздар. Бұл әні хит болуына сіздің қосқан үлесіңіз үлкен екен, ұмытпаңыз. Сондай-ақ Жібек жолы арнасында тікелей эфирде Дауыс балалар хоры өнер көрсетсек, қандай ән айтамыз? Рахмет саған туған ел. Ой, тамаша. Бүгін сағат 1:30 мен 2-нің ортасында біздің өнерімізді тамашалаңыздар. Жұлдыздар келе жатыр. Хоры келе жатыр. Мен оқушыларым, жандарым, мен қараңыздар. Жібек жолы арнасы түсірілімі. Энті қалайсыз? Бүгінгі құни болып қырсын. Менен базылда айтыдам ба? Иә. Бет, даже тұққа көріп қоя. Мына жеге сізен на жеге. Жүгіріп кеттіңіз. Дей ба? Артастайын ба? Иә. Тесіне орай. Ал, қош келді. Оу, десең, ә? Және менің атымнан ужин. Послушайте. Не мог. Қай жағы? Тыңдармайды ма? Шашан өттіріп жоқтың ба? Сен арғай мұзға кетті ма? Иә. Таба аласыз. Шаршап қалдым ба? Салон сұлу, қыздар рахмет. Осы баялы үшін. Өр деді. Қайда қарайым? Мен қара. Күзіге кеттік ал. Баяды. Біліп едім де сен бірдеңе бітіретіңді. Есть? Everyone! Адамға 5 кадан қайдан түрекші?